Біздің кезекті сабағымыз функция деп аталады. Функция бұл бір айнымалы шаманың әрбір мәніне екінші айнымалы шаманың бір ғана мәні сәйкес болатын айнымалы шамалар арасында тәуелділік функция деп аталады. Бұл жерде егер алғашқы айнымалының қандай бір мәніне екінші айнымалының екі мәні сәйкес келсе, бұл функция бола алмайды деген сөз. Бұл жерде бір ғана мән сәйкес келу мәселесі ең маңызды функцияны анықтайтын фактор болады. Айнымалы шамалар жұбының бірі тәуелді айнымалы болады. Оны функцияның мәні немесе функция деп атайды. Және әдетте егер қарпімен белгілеу қалыптасқан. Бұл айнымалы келесі айнымалыға тәуелді ретінде анықталып отырады деген сөз. Сондықтан бұны тәуелді айнымалы деп атап отыр. Айнымалы шамалар жұбының екіншісі тәуелсіз айнымалы болады. Оны аргумент деп атайды. Және әдетте X әрпімен белгілеу қалыптасқан. Сонда аргументтің мәніне функцияның қандай мән сәйкес келетінін анықтайтын тәуелділік бұл функция болуға тиісті. Функцияның анықталу облысы дегеніміз бұл тәуелсіз айнымалылар қабылдайтын барлық мәндер функцияның анықталу облысы деп аталады. Тәуелсіз айнымалылар немесе аргументтің қабылдайтын мәндерінің мүмкін мәндерінің жиыны бұл функцияның анықталу облысы болады. Егер функцияны құрастыру кезінде тәуелсіз айнымалының нақты мәндері көрсетілмесе, онда функцияның анықталу облысы ретінде тәуелсіз айнымалының барлық мүмкін болатын мәндері алынады. Бұл жерде біз мысал келтірейік. Мысалы, y тең 4 бөлінген x минус 2 деген функцияны қарастырып көрейік. Бұл функцияның анықталу облысын табу үшін аргументтің қандай мәнінде функция анықталмайтынын бір дегенде табуымыз керек. Сондықтан аргументтің барлық мүмкін мәнінен анықталмайтын мәндерін шегерсек, онда функцияның анықталу облысын таба аламыз. Бұл жерде бізге беріліп отырған функция 4 бөлінген x минус 2 түріндегі бөлшек. Бөлшектің бөлімі нөлға тең болған жағдайда бөлшектің мәні болмайтынын біз білеміз. Сондықтан бұл жерде анықталмайтын мән ол x минус 2 тең 0 болғандағы мән, немесе бұл x тең 2. Олай болса, функцияның анықталу облысы 2-ден басқа барлық сандар болуға тиісті. 2-ден басқа барлық сандар. X 2-ге тең емес болатын барлық нақты сандар функцияның анықталу облысы болады. Біз функцияның анықталу облысын көбіне d, y арқылы белгілесек, y функциясының анықталу облысы бұл 2-ден басқа барлық сандар дегеніміз минус x-тен 2, минус x-тен 2-ге дейінгі аралық және бірігу 2-ден плюс шексіздік аралық болуға тиісті. Бұл аралықты біз сан түсуінде белгілеп көрсетсек, сан түсуінде 2 деген нүктені біз алып тастауға тиістіміз. Функцияның мәні қабылдамайды. 2 бұл 2-ден үлкен барлық мәндер және 2-ден кіші барлық мәндер функцияның анықталу облысын құрайды. Біз анықталу облысты сан түсуінде диаграмма түрінде көрсеттік. Өспелі және кеммелі функциялар ұғымы функцияның маңызды қасиетін анықтап көрсетіп береді бізге. Аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні, немесе аргументтің кіші мәніне функцияның кіші мәні сәйкес келетін болса, бұл функция өспелі функция деп аталады. Керісінше, егер аргументтің үлкен мәніне функцияның кіші мәні, немесе аргументтің кіші мәніне функцияның үлкен мәні
сәйкес келетін болса, ол функция кеммел функция деп аталады. Өспелі де, кеммел де емес болуы мүмкін функция. Бұған мысал келтіре кетейік. Мысалы, біз y-тен 2x плюс 3 деген функция. Бұл функция өспелі функция болады. Өйткені жаңағы үлкен санды 2-мен көбейткенде үлкен сан шығатын түсінікті бізге. Егер мұнда біз x1 ден x2 үлкенде болсақ, мұнда 2 x1 қосу 3 ден 2 x2 қосу 3 үлкен болатын түсінікті. Бұл дегеніміз функцияның өспелі болатынын бізге анықтайды. Өспелі. Жоғары қараған стрелкамен өспелі деген сөзді қысқаша білдіруімізге болады. Екінші бір мысал, y-тен 6 бөлінген x функциясын қарастырайық. Бұл жерде біз аргументтің кіші мәні x1, үлкен мәні x2 болса, 6-ны үлкен санға бөлгенде кіші мән қабылдайтын түсінікті. Немесе бұдан қандай қорытынды шығады дегенде 6 бөлінген x1 мен біз 6 бөлінген x2-ні салыстырамыз. Жерде 6-ны кіші санға бөлгенде үлкен мән қабылдайды. Немесе бұнда аргументтің кіші мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес келіп жатыр. Бұл жерде бұл функция кеммел функция болады деген сөз. Сол сияқты бір қарапайым мысал келтірейік. Өспелі де емес, кеммел де емес функцияға. Y-тен 2 деген функция болуы болады. Бұл функция дегеніміз Y-тен функция ретінде анықтау үшін біз 0 көбейтілген x қосу 2 түріндегі функция деп көруге болады. Жерде аргумент x-тің кез келген мәнінде функцияның мәні тұрақты 2-ге тең болады. Сондықтан бұл функция тұрақты функция. Өспелі емес, кеммелі емес функция жазылады. Функциялардың анықталу облысын табуға мысал келтірейік біз. Бізде e под x-тен x квадрат. Кез келген санның квадратын таба аламыз. Кез келген рационал санның квадратын таба аламыз. Немесе функция анықталмайтын аргументтің мәні жоқ. Сондықтан бұл функцияның анықталу облысын біз d f тең барлық сан түсу болады. Минус шексіздіктен плюс шексіздік. Барлық сан түсу функцияның анықталу облысы болады. Екінші функция e под x-тен 1 бөлінген x. Біз жоғарыда атап өттік, бұл функция бөлшек түрінде берілді. Ал бөлшек бөлімі 0 болған кезде анықталмайды. Сондықтан функцияның мәні болу үшін бөлшектің бөлімінде тұрған x аргумент 0-ға тең емес болу керек. 0-ға тең емес болатын барлық сандар жиынын біз алдымен сан түсуінде белгілеп көрсетейік. Бұл деген сөз барлық сан түсуінен 0 деген алып таста деген сөз. 0-дан үлкен барлық сан түсуінің бөлігі және 0-дан кіші болатын барлық рационал сандар функцияның анықталу облысына кіреді. Бұны интервал түрінде жазсақ, біз жазамыз минус шексіздіктен 0 бірігу 0-дан плюс шексіздік аралығы деп. Бұл бізде f функциясының анықталу облысы болатындықтан онымыз d f тең түрінде жазамыз. Екінші мысалда бізге функцияның мәндерінің аймағын табу керек. Бұл жерде функцияның анықталу облысы берілген.
Біз жақсы білеміз, кез келген санның квадраты немесе x квадрат 0-дан үлкен немесе тең болуға тиісті. Сондықтан -4-тен +4 аралығында функция жаңағы өзінің ең кіші мәнін, немесе x квадрат деген e под x деген x квадраттың ең кіші мәні 0 болуға тиісті. Ал 0 мәнін бұл 0 деген аралықта, 0 деген нүктеде, x-тің 0 деген мәнінде қабылдай алады. X-тің 0 бізде анықталу облысына кіріп тұр. Бұл жаңағы -4, +4 аралығында жататын біз жақсы білеміз. Бұл жерде бізге -4 жағында біз жай жақшаны белгілеп өтсеміз, өйткені -4 кірмейді. Бұл функция x оң мән қабылдаған кезде өседі, ал функцияның теріс мәнінде кемейтін функция. Сондықтан жаңағы оң мән, бұл жерде ең үлкен мәнді бізде x-тен 4-ті қабылдап отыр. X-тен 4 болған жағдайда функция ең үлкен мәнін алады. Немесе 4-тің квадраты тең 16 дегеніміз функцияның ең үлкен мәні болу керек. X-тен 0 болған кезде функция ең кіші мәнін қабылдайды. Ол 0-дің квадраты тең 0. Олай болса функцияның мәндерінің жиыны 0-дан 4 арасында болатыны бізге түсінікті болды. 4-тің квадраты 16 арасында болатыны. Бұны біз функцияның анықталу облысын әдетте әрпімен белгілеп жазуға тиістіміз. Мәндерінің жиыны. Сондықтан еп деген жиын ол 0 және 4 деген кесінді болуға тиісті екен. Бұны теңсіздік арқылы жазып көрсетуге болады. Оны деген үстігінде e под x деген функцияның мәндері 0-дан үлкен немесе тең, 4-тен кіші немесе тең. Бұл жерде егер x -4-тен үлкен, 4-тен кіші немесе тең болса деген түрде де функцияның мәндерінің жиын анықтауымызға болады. Сондай-ақ бізге анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікте. Немесе барлық сан жөнінде анықталған e под x-тен x-тің модул деген функция берілген екен. Біз жақсы білеміз, x-тің модулы ол x-тің модулы 0-дан үлкен немесе тең болады деп. Өйткені кез келген санның модулы теріс емес сан болуға тиісті екенін түсінеміз. Теріс санның модулы оған қарама-қарсы оң санға тең деген анықтау бойынша бұл жағдай. Бұл теңсіздіктен біз берілген функцияның анықталу облысын тура жаза аламыз. Болатын себепте берілген еп функцияның мәндерінің жиыны болады ол 0-дан үлкен барлық мәндерді қабылдайды. 0 плюс шексіздік. Жаттығу есептеріне келейік. Аргументтің қандай мәнінде y тең 3x плюс 1 функциясының мәні 25-ке тең болады дейді. Функциясының мәні 25-ке тең деген сөз бұл y тең 25 деген мәнді қабылдайтын болса, онда осыған сәйкес аргументтің мәнін табу деген сөз. Сондықтан біз функциядағы y-тің орнына 25-ті қойымыз керек. Немесе біз 3x плюс 1 тең 25 деген теңдеу шешуіміз қажет. Бұдан 3x тең 24, x тең 8 болатын түсінікті. Аргументтің 8 деген мәнінде функция 25 деген мәнді қабылдайды екен. Тексеріп көруімізге болады. Y тең 3 көбейтілген 8 қосу 1. Немесе 24 қосу 1 тең
25. Функцияның мәні аргументтің 8 деген мәнінде 25-ке тең болатын біз айқындап бердік. Екінші жаттығу. Ыдыста 72 литр су бар. Оған 1 минутта 8 литр су құйылады. Ыдыстағы су 2 минуттан соң 5 литр болады. Біріншіде b тең e под x функциясын формуламен жазыңдар деген екен. Бұл жерде b-ні анықтау үшін біз есеп шарт бойынша алғашындағы ыдыстағы су 72-ні алуымыз керек. Оған әрбір минут сайын 8 литр су қосылып отырады. 2 минуттан кейін қанша дегенде біз 8 көбейтілген 2 мөлшердегі су қосылатын түсінікті. Немесе біз e под x тең 72 қосылған 8x формуласы бойынша бұл функцияны беруге болады екен. Екіншіде e под 15, e под 20 мәндерін есептеп табыңдар. Бұл деген сөз e под 15 дегеніміз аргументтің 15-ке тең мәнінде x тең 15 болса, онда y тең неше болады деген сұраққа жауап береді. Сондықтан біз y тең бұл жерде e под 15 функцияның мәні. Біз берілген функциядағы x-тің орнына 15-ті қойымыз керек. Тең 72 қосылған 8 көбейтілген 15. 15 8-мен көбейтсек 120. 120-ға 72-ні қосамыз 192. Немесе бұл жерде біз еп 15 тең 192 болатынына көз жеткіздік. Осы сияқты, дәл осы сияқты e под 20-ында оңай табамыз біз. Ол үшін 72 қосу 8 көбейтілген 20x-тің орнына 20-ны қоямыз. 60-қа 72-ні қосамыз. Ол 232 немесе e под 20 тең 232-ке тең болады. Бұларды аргументтің 15-ке тең мәнінде функция 192 деген мәнді қабылдайды. Аргументтің 20-ға тең мәнінде функция 232 деген мәнді қабылдайды деп